Баршаңызға сәлем достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі жасайтын тоқашымыз булочка жасаймыз. Ең алдымен бізге жылы сүт керек. Жылы сүтті табаққа құйып, және де бір қасық тұз саламыз, бір қасық дрожж саламыз. Кішкене қасықпен саласыздар. Осылай салып араластырамыз әбден. Сосын артынша шекер саламыз. Шекерден 2-3 қасық салсаңыздар болады. Егерде тәттіні ұнатпайтын болсаңыздар, бір қасықта жетеді. Ал енді араластырдық, шекерді салған соң енді сұйық май құямыз. 2 қасықтай сұйық май құйыңыздар ас қасықпен. Енді оның артынша бөлме температурасына алдын ала шығарып қойған 2 жұмыртқамызды салып араластырамыз. Жұмыртқамыздың сарысын осылай араластырып, қозғап ыдыратып аламыз. Сөйтіп араластырамыз. Сүт әбден араластырып болған соң, жайлап електен өткізілген ұнымызды алып, осылай қасықтың көмегімен осылай араластырып отырып, қоюланғаннан кейін қолымыздың көмегімен қамырымызды илейміз. Осылай қамырымызды илеп аламыз. Басын біріктіріп, осылай илеп алған соң, бір пакетке салып, бір жылы жерге орамалмен орап қоямыз. Сосын шамалы қамырымыз көтеріліп ашиды. Содан соң осылай қамырымызды бөлікке бөліп, осылай жасай береміз. Булочкамызды арасында шекер сеуіп жердің. Осылай маған қарап жасаңыздар. Осылай созып, жайып булочканың формасын шығарып аламыз. Осылай формасын шығарып алып, булочкамызды пештің ыдысына саламыз. Осылай пештің ыдысына сап болғаннан кейін, бір жарты сағаттан кейін қойып қоясыздар. Бетін жауып, майлық жауып қойып қойыңыздар, орамал жауып. Сосын жарты сағаттан кейін осылай жұмыртқаның сарысын бетіне жағып жібереміз. Сосын алдын ала қыздырылған пешке саламыз. Пешке 180 градусқа 25-30 минутқа пісіріп аласыздар. Осылай бетіне жұмыртқаның сарысын жаққан соң күнжіт сеуіп жеріңіздер, әдемі болып шығады. Осылай пешімізге енді салып аламыз. 180 градуста 25-30 минутқа қарап тұрып пісіріп аласыздар. Осымен 25-30 минут өтті. Булочкамыз пісті, өте алтын түстес, тәріздес, әдемі болып көтеріліп, булочкамыз піскен. Бізге ас болсын.
Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Достар, бүгінгі жасайтынымыз ащы жасаймыз. Ащы жасау үшін бізге қызыл ащы керек, және де болгар тәтті бұрышымыздың қызыл светінен керек. Сосын чеснок керек. Осы 3 заттан ащы жасаймыз. Енді біз ең алдымен осы ащымызды жуып тазалап, осы түбін алып тастаймыз осылай. Қолымызға перчатка киіп аламыз. Болмаса қолымыз ашып кетеді. Сол үшін перчатка киіп алайық. Біз ең алдымен осы ащы бұрышымызды осылай ет тартқыштан өткізіп аламыз. Мендегі бір 3 килограммдай, 2 килограммдай ащы бұрыш дайындаймын. Осы ащы бұрышымызды ет тартқышта өткізіп дайындап аламыз. Одан кейін біз чеснокты, 1 килодай чеснок қосамыз. Оны да чеснокты да осылай ет тартқыштың көмегімен өткізіп аламыз. Осылай барлығын өткіземіз. Сосын енді қызыл бұрышымызды жуып тазалап, оны да осы ащы бұрышымызға қосамыз. Осылай қосып жібереміз. Енді жасап болдық. Енді біз банкаларымызды булап алып, осылай салып шығамыз. Біз осы жасап болған соң, ащы бұрышымызды бір 2 сағатқа, 6 сағатқа біраз бір түнге қойып қойсаңыздар болады. Негізі ол ашып, көтерілу керек. Одан кейін біз банкаларға осылай құйып алып, бетін крышкамен жауып тастаймыз. Крышкасын булап, осылай крышкамен жауып тастаймыз. Қысқа дайындаймыз. Бұл қысқа дейін өзінің бабында тұрып, араласып, әдемі болып тұрады дәмі. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Достар, менің каналыма тіркеліп, қолдап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.
Баршаңызға сәлем достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі жасайтын тоқашымыз булочка жасаймыз. Ең алдымен бізге жылы сүт керек. Жылы сүтті табаққа құйып, және де бір қасық тұз саламыз, бір қасық дрожж саламыз. Кішкене қасықпен саласыздар. Осылай салып араластырамыз әбден. Сосын артынша шекер саламыз. Шекерден 2-3 қасық салсаңыздар болады. Егер тәттіні ұнатпайтын болсаңыздар, бір қасықта жетеді. Ал енді араластырдық. Шекерді салған соң енді сұйық май құямыз. 2 қасықтай сұйық май құйыңыздар ас қасықпен. Енді оның артынша бөлме температурасына алдын ала шығарып қойған 2 жұмыртқамызды салып араластырамыз. Жұмыртқамыздың сарысын осылай араластырып, қозғап ыдыратып аламыз. Сөйтіп араластырамыз. Сүт әбден араластырып болған соң, жайлап електен өткізілген ұнымызды алып, осылай қасықтың көмегімен осылай араластырып отырып, қоюланғаннан кейін қолымыздың көмегімен қамырымызды илейміз. Осылай қамырымызды илеп аламыз. Басын біріктіріп, осылай илеп алған соң, бір пакетке салып, бір жылы жерге орамалмен орап қоямыз. Сосын шамалы қамырымыз көтеріліп ашиды. Содан соң осылай қамырымызды бөлікке бөліп, осылай жасай береміз. Булочкамызды арасында шекер сеуіп жердім. Осылай маған қарап жасаңыздар. Осылай созып, жайып булочканың формасын шығарып аламыз. Осылай формасын шығарып алып, булочкамызды пештің ыдысына саламыз. Осылай пештің ыдысына сап болғаннан кейін, бір жарты сағаттан кейін қойып қоясыздар. Бетін жауып, майлық жауып қойып қойыңыздар, орамал жауып. Сосын жарты сағаттан кейін осылай жұмыртқаның сарысын бетіне жағып жібереміз. Сосын алдын ала қыздырылған пешке саламыз. Пешке 180 градусқа 25-30 минутқа пісіріп аласыздар. Осылай бетіне жұмыртқаның сарысын жаққан соң күнжіт сеуіп жеріңіздер, әдемі болып шығады. Осылай пешімізге енді салып аламыз. 180 градуста 25-30 минутқа қарап тұрып пісіріп аласыздар. Осымен 25-30 минут өтті. Булочкамыз пісті, өте алтын түстес, тәріздес, әдемі болып көтеріліп, булочкамыз піскен. Бізге ас болсын. Баршаңызға сәлем достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Менің бүгінгі жасайтын тоқашым жұмсақ булочка жасаймыз. Біз ең алдымен сүтті ысытып, жылымық қылып аламыз. Осылай кішкене 2 қасықпен бір қасық тұз саламыз, бір қасық дрожжымызды саламыз. Кішкентай қасықпен саласыздар. Және де 2 қасық шекерімізді саламыз. Сосын осылай араластырамыз. Әбден араластырамыз. Сосын 2 қасық сұйық май құямыз. Кәдімгі тамаққа қосатын сұйық май. Сосын 2 жұмыртқаны саламыз. 2 жұмыртқаны алдын ала бөлме температурасына шығарып қоясыздар. Ал мұздай қоссаңыздар, өзде қамырларыңыз дұрыс ашымай қалады. Әдемі болып шықпай қалады қамырымыз. Сол үшін 2 жұмыртқаны бөлме температурасына қойып, осылай қосамыз. Сосын ұн саламыз. Енді ұнды сұйығына қарай қосамыз. Осылай қамырымызды илеп аламыз. Өте жұмсақ. Қатты жұмсақ емес, орташа жұмсақтықта илеп аламыз. Енді қамырымызды бір 2-3 сағатқа пакетке салып, жылы жерге орап қоямыз. Сосын енді осы ашыған қамырымызды осылай бөліктерге бөліп аламыз. Осылай бөліктерге бөліп, домалақтап аламыз. Өте керемет
булочка шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Мен описание бөліміне керекті заттарды жазып кетемін. Осылай қамырымызды жайып аламыз. Менде енді осы бұның арасына енді мен фабилля қосамын, варенье қосамын. Варенье мендегі өріктің вареньесі. Осы өріктің вареньесін салып, жан-жағын бүйтіп қымтап, енді кесіп жібереміз. Осылай өрнектеп жасаймыз. Осылай жасап, сіздер де жасап жеңіздер. Өте керемет булочка болады. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, кунжут сеуіп жібереміз. Кунжут сеуіңіздер. Сосын пешті алдын ала 180 градуста 20 минутқа, 25 минутқа пісіріп алыңыздар. Осылай қызып тұрған пешімізге салып, пісіріп алдық. Вуаля, осындай булочка, жұп-жұмсақ булочкалар шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте керемет, ауызға салса еритін булочкалар шықты. Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, және лайк басып, және комментарий жазуды, және видеоның соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Бүгінгі жасайтын салатым пунчоза. Пунчозаға қосатын қоспаларым болгар, және помидор, пияз, чеснок, және де ет, май. Ал енді бастайық. Бисмилладе пунчозамызды алып, үстіне кристаллик тұзымызды салып, 5 минутқа қайнаған су құйып, үстіне қойып қоямыз. Бетін жауып қойып қоясыздар. 5 минутқа артық тұрмау керек. Одан тұрса езіліп кетеді. Оған дейін біз болгар бұрышын осылай ұзынша етіп турап аламыз. Одан кейін пиязымызды майдалап, шұқалап турап аламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар. Одан кейін чесногымызды, пиязымыз турап аламыз. Енді газымызға табаны қойып, май құйып, оны қыздырып, және де үстіне пиязымыз саламыз. Пиязымыз шамал қуырылған соң, үстіне туралған етімізді салып, қуырылып аламыз. Әбден қуырып аламыз. Сөлі шыққанша. Мендегі сиыр еті, осыны ұзынша етіп турап, осылай қуырамыз. Етіміз әдемі қуырылды. Енді үстіне кішкене су құямыз. Көп құймаңыздар. Кішкене ғана құйып, отты жай қойып, бетін бұқтырып қоясыздар. Одан соң сәбізді саласыздар. Сәбізді осылай салып аламыз. Одан соң болгар бұрыштарын салып, тағы жарты сағат или 1 сағатқа бұқтырып қоясыздар. Газдың отын жай қоясыздар. Етіміз пісу керек, сол үшін бұқтырамыз. Енді оған дейін қиярымызды осылай ұзынша етіп турап аламыз. Мен 1 қияр қостым. Осылай турап аламыз. Ұзынша етіп. Достар, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Менің каналымда неше түрлі рецепттер бар, солмен қарап жасасаңыздар болады. Енді мен помидордың жартысын қостым, дәмін берсін деп. Өте керемет шығады салат, және де укропты турадым. Енді пунчозамыз дайын болды. Енді әбден суға жуып аламыз. Мұздай суға жуамыз. Қайта-қайта жуып алу керек. Өйткені крахмалы кету керек таза болып. Енді пунчозамызды алып,
үстіне қияр, помидорын саламыз, және де жай етімізді, сәбіз, болгар бұрышын, қуырғанымызды осыны араластырып саламыз. Фунчозамыз араласты. Енді соя тұздығын құямыз. Бір қасық, ас қасықпен, және де кішкене жарты қасықтың ұшымен уксус құямыз. Және де базарда сатылатын фунчозаның приправасы бар, соны саласыздар. Фунчозамыз дайын, өте керемет салат болып шықты. Сіз де жасап көріңіздер. Ас болсын.